Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Delt.kz. Бүгін мен сіздерге қалай GTA самптың басатынын көрсетемін. GTA онлайн, GTA онлайн телефонға десе де болады. GTA San Andreas бірақ онлайн ойнауға болады. Өздеріңіз достарыңызбен бірге ойнайсыздар ма, тіпті досыңызбен скилл тест өтуіңізге болады. Бір сервер ашып досыңызбен бірге карта соғуға болады. Қалған нәрселеріңізді істеуге болады. Бүгін мен сіздерге сол GTA онлайнды тегін басуды көрсететін боламын. Ал видео басталмай тұрып лайк қойып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Бірінші GTA сампты басу үшін мына сайтқа өтесіздер. Бұл сайттың ссылкасын мен астында қалдырамын. Сілтемесі астында қалдырамын. Айтпақшы, мен бұл видеоны түсіруімнің себебі өткен GTA San Andreas'ты басу видеосында өте көп просмотр жиналған, қаралым. Сондықтан мен соны жалғастырып, тағы да GTA онлайн басуды көрсеткім келді. Бірінші осы сайтқа өтесіздер. Осы сайттың ссылкасын айтқандағыдай астында қалдырамын. Осы сайтқа өтесіздер. Сосын астыға қарай түсіресіздер де. Мына скачать деген кнопканы басасыздар. Содан кейін окей дегенде басып аласыздар. Содан кейін сол лаунчерге кіресіздер. Міне мынандай лаунчер шығады. Ең алдымен установить клиент дегенді басасыздар. Екі версиясы бар. Қай версияны басасыңыздарыңызды білмеймін. Full версия дейтін графикасы әдемі болады, light версия дейтін графикасы жаман болады. Бірақ екеуі де тура сол болады. Мынау 1,5 гигабайт, мына 4,2 гигабайт. Бұл өтірік айтып тұр. Мынау 4,2 гигабайт емес. Мынау 400 мегабайт, ал мынау болса 1,7 гигабайт. Мен өзім басып көргем. Мен light версиясын басатын боламын. Установить деген кнопканы басасыздар, разрешить дегенді басасыздар. Загрузка кэша дейтін кетеді. Бұған енді подключение деп тұрады. Қараңыздар, загрузка басталды. Бізде 436 мегабайт. Айтқанымдай бұл 1,5 гигабайт емес. Содан кейін бұның басылғанын күту керек. Мен қазір өткізіп беремін, өйткені бұл өте ұзақ болады. A few moments later. Міне загрузка кэші да басылып бітіп жатыр. Бұл басылып біткен соң бітті деп ойламаңыздар. Қазір. Міне распаковка кэша дейтін болады. Тағы да кішкене күтесіздер. Айтпақшы, бұл басылып жатқанда осы приложениеден шығуға болмайды. Әйтпесе бұл басылмай қалуы мүмкін, немесе тоқтап қалуы мүмкін. Әйтпесе ошибка шығып кетуі мүмкін. Сондықтан күту керек бұның. Приложениені жаппай. Распаковка кэша дейтін кішкене болады, 1 минуттай. Міне загрузка APK дейтін шықты. Бұл APK-ны загрузить ететін нәрсе. Бұл тез болады. Білмеймін, сіздердің Wi-Fi-ларыңызға қарай менде тезірек болады. Wi-Fi-ларыңыз жаман болса жай болады. Загрузка APK дейтін шығады. Сын готов дейді. Бұл жерде еш нәрсе баспайсыздар. Установить автоматически дейтінде баспайсыздар. Мына жердегі стрелканы басып шығып кетесіздер. Содан кейін сразу обновить клиент дейтінді басасыздар. Бұл жерде тағы да загрузка файлов болады. Егер де сіздер бұл обновить клиент дегенді баспасаңыздар, ол басылмай қалады, ошибка шығады, ойыннан шығарып жібереді. Менде де сондай болған, басында басқан кезде. Міне загрузка файлов басылып бітті. Распаковка файлов дейтін тағы да болады. Бұл тез болады. Міне уже бітіп қойды. Загрузка APK тағы да болады. Қазір тағы да күту керек. Болды 110. Енді открыть download деулеріңізге болады. Бірақ мен сізге установить автоматически дейтінді істеген жөн деп ойлаймын өзім. Өйткені солай оңайырақ. Установить открыть download дейтінді бассаңыздар, сіздер таппауларыңыз мүмкін. Сондықтан установить автоматически дейтінді басамыз. Настройка дейтінге кіреміз. Внешний источник дейтінде разрешить установку из этого источника дегенге галочка қойып,
шығамыз да установить дегенді басамыз. Міне бізде мынандай болады. Содан кейін аша берулеріңізге болады. Открыть деп басам. Міне бізде ойынға кірді. Енді мынау фиолетовый мен сары кнопканы баспайсыздар, оффлайн дегенді басасыздар. Содан кейін міне мультиплеер бар, содан кейін кәдімгідей ойнауға болады. Егер де сіздер басқа жақта Wi-Fi мегабайтсыз жүрсеңіздер, старт гейм дейтінді басып, Wi-Fi кәдімгі GTA сампты мультиплеер емес, өзіңіз ойнай аласыз. Ал егер де Wi-Fi немесе мегабайт болса, мультиплеер дейтінді басуларыңызға болады. Айтпақшы мен ұмытып кетіппін. Мен дұрыс істемедім бәс. Қазір мені просто серверден шығарып жіберді. Мен өйткені ең маңызды жерін ұмытып кеттім. Мен атымды жазуды ұмытып кеттім. Егер де ат жазуды ұмытып кетсеңіздер, ол кірмей қалады. Егер де может кіріп кету мүмкін, или кірмей де қалу мүмкін. Кірмей қалса, изменить никнейм дейтінге кіріп, атыңыз бен фамилияңыз жазасыздар. Спаун. Міне қараңыздар, никнейм болмайды дейді. Сондықтан біз ойыннан шығамыз. Не бағанағы мордор дейтін установить еткенге кіреміз де, сменить ник дейтінді басамыз. Мына жерге обязательно өз атыңызды жазуыңыз керек. Сервер 1 деп тұр. Спаун дегенді басасыздар ортасындағы. Далее дегенді басасыздар. Содан кейін парольдарыңызды жазасыздар. Далее дейсіздер. Электронный почталарыңызды жазасыздар. Енді мынаны басуды ұмытпаймыз. Далее дегенді басамыз. Если проект приглашение друга укажите, бұны пропустить дей саламыз. Выберите парсыға персонажда дейді. Мужской ждем. Еркекпін. Подтвердите почту дейді. Новый почтовый. Қуамын. Генерировать код дейтін далее дейсіздер. Содан кейін сіздердің почталарыңызға код келеді. Мен бір код келеді. Демоган причина дейді. Сіздер егерде дұрыс Mail.ru, сол Mail.ru'ңыз өздеріңізде болса, сіздерге код келеді. Міне, маған код келді. Маған код келді. Құмай. 86-29 деп келді маған. Сіздерде басқаша болады. 86-29. Далее дейміз. Хоп, міне. Басталды. Енді чатты басасыздар, жазылғандардың суретін. Содан кейін мынандай слэш старт деп жазасыздар. Содан кейін міне ойын басталды. Рахаттарыңызға ойнаңыздар деп айтайын. Міне кәдімгі адамдар, барлығы шын адамдар. Мысалы мынаның машинасын ұрлап кетейін десең ашылмайды екен. Сіздер тек қана мынандай самокаттарға отыруларыңызға болады. Осының өзін аман. Қараңыздар. Деп бұзып баратыр. Бұл сияқты өмір сүрулеріңізге болады. Бұл ең оңай жолы. GTA San Andreas'ты басудың бұл реклама емес. Маған өйткені бұны жасаған адамдар ақша төлеген жоқ. Төлесеңдер шема. Green Zone дейді. Короче, мына жақта үй сатып алып, дамуларыңызға болады. Қазір бомжының скині тұр. Дамыған сайын күшті скиндер береді. Костюмі бар адамның бұл жерде көбісі бомж, сондықтан сіз ақ бомж деп ойламаңыз. Бәрі бомж бұл жерде. Міне істейді, барлығы істейді. Кәдімгі GTA ол өткендегіден
басу оңай, сондықтан басып ойнаңыздар, рахаттарыңызға ойнаңыздар. Сіздермен болған Дөрт Кезек. Лайк қойып подписаться етуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға жақсылық, барлықтарыңызға сау.